Риддерде бұл күндері биатлоннан Қазақстан Республикасының жасөспірімдер чемпионаты өтіп жатыр. 6-нан 11 ақпан аралығында Республикалық олимпиадалық резерв мамандандырылған мектеп-интернаты колледжі негізінде биатлоннан жасөспірімдер арасында Қазақстан чемпионаты өтеді. Жарысқа Ақмола, Алматы, Абай, Ақтөбе, Қарағанды, Павлодар облыстарынан, Шығыс Қазақстан және Солтүстік Қазақстаннан аз дегенде жүздеген спортшылар қатысады. Риддер қаласына қош келдіңіздер. Өздеріңіз білесіздер, Риддер қаласы қаншалықты әдемі қалалардың бірі. Қазақстан бойынша Шығыс Қазақстан облысының екінші қаласы. Спорттық ойындардан кереметтей бір әсіресе біздің қысқы түр ойындардан кереметтей аты шыққан өзіміздің чемпиондарымыз бар ірі қала. Сондықтан сіздердің барлықтарыңыз осы бір чемпионатқа қош келдіңіздер. Сіздерге тек қана табыс тілейміз. Спорттық мәреде алатын жеңістеріңіз әрқашанда көп болсын. Сондықтан біздің Риддер қаласының әкімдігінің атынан сіздерге тек қана бақытпенен табыс тілеп, осы спорттық мерекені ашуға рұқсат етіңіздер. Сіздерді бүгінгі Қазақстан Республикасының жасөспірімдер арасында чемпионаттың ашылу салтанатымен құттықтаймын. Және де осы біздің спортшыларымызға, жаттықтырушыларымызға барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Және федерация және де спортты дамыту дирекциясы ұжымының атынан Риддер қаласының әкімдігіне алғысымызды білдіреміз. Осы ұйымдастыру жөнінде және де республикалық мектеп-интернат колледжінің ұжымына да біздің федерация және де спортты дамыту дирекциясынан үлкен алғысымызды білдіреміз. Барлық спортшыларымызға сәттілік және ең мықтылары жеңсін. Чемпионат бағдарламасы бай. 6 және 7 ақпан жеке жарыс, 8 және 9 ақпан спринт, 10 ақпан қудалау жарысы, 11 ақпан эстафета. Жүлдегерлер жарыстың әр күнінің нәтижесімен марапатталатын болады. Ал медальдардың жалпы жиналған саны жасөспірімдер чемпионаты 2024-тің үздік құрама командасын анықтайтын болады.